Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Жеке тұлғаның құқықтық жағдайының негіздері Конституцияда бекітілген құқықтар мен бостандықтарды, міндеттерді қамтиды. Конституциялық құқықтар мен бостандықтардың өзге құқықтар мен бостандықтардан ерекшеліктері. Конституциялық құқықтар мен бостандықтар мемлекеттің негізгі заңы, Конституцияда бекітілген. Конституциялық құқықтар мен бостандықтардың түрлері. Конституциялық құқықтар мен бостандықтарды жинақтап 3 түрге бөлеміз. Олар жеке құқықтар мен бостандықтар, саяси құқықтар мен бостандықтар, әлеуметтік-экономикалық құқықтар мен бостандықтар. Жеке құқықтар мен бостандықтар. Жеке құқықтар мен бостандықтар әркімнің құқығы болып табылады және адамның мемлекеттің азаматтығына, тәндігімен байланысты емес, одан туындамайды. Саяси құқықтар мен бостандықтар. Олар мемлекеттің азаматтығында болуға байланысты және белгілі бір жасқа толғанда туындайды. Азаматтардың мемлекеттік саяси өміріне қатысуын байқатады. Әлеуметтік-экономикалық құқықтар мен бостандықтар. Адамның әлеуметтік-экономикалық мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты құқықтар мен бостандықтар. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері 3-ке бөлінеді. Олар әлеуметтік-экономикалық кепілдіктер, саяси кепілдіктер және заңи кепілдіктер. Әлеуметтік-экономикалық кепілдіктер. Бұл кепілдіктер адамдардың құқықтар мен бостандықтарды еркін пайдалануын қамтамасыз ететін тиісті орта мен материалдық негіздің болуын анықтайды. Саяси кепілдіктер адамдардың еркін дамуы мен лайықты өмір сүруін қамтамасыз ететін жағдайларды жасауға бағытталған мемлекеттің саясаты. Заңи кепілдіктер адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру мен қорғауды қамтамасыз ететін барлық құқықтық амалдар. Назарларыңызға рахмет.